тағы да ауданнан келген, жалпы бұл барда бір ауданның ғана намысы емес, Қарқаралы ауданы Бақты ауылының намысы. Бақты жастары қарсы алыңыздар. Ауылда тұрамын, мен 21-ші мектепте оқимын, менің жасым 10-де. Мен Жайдарманда 2-ші сыныпта бастадым, мен Қарқаралы ауданының чемпионы. Бұл сұрақ көзім мазалайды, мен шын мәнінде әкім емеспін. Мен Майкаханын жақсы көрмеймін, бұл жағын сынақ есім құралған зат. Менің жолдық атым мәдениет әлежі. Мен деген 2012 жылы туылған. Біздің ойындағы басты мақсат чемпион болу. Біздің ойындағы басты мақсат чемпион болу. Біздің ойындағы басты мақсат чемпион болу. Біздің басты мақсатымыз чемпион болу. Мен Бадия Темір қабылдай хабарласыңдар. Сол қызардан қазы береді жібі. Танауқадан келген балаларын қапсап қарағанды. Финалды ойын бізге ешкім ешқашан көрсетпеген шоу керек. Мен саған шоу. Нияз екеуің орналасқандарың не шоу? Мастер, сен мұны түсінген жоқсың, бұл саясат. Ол Нияз емес, ол Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлебаев. Ал емес, ол Қарағанды облысы әкімінің орнынан Астана қаласы әкімінің орнына ауысқан Жеңіс Қасымбек. Мен де сендерге шоу. Мастер, әкім дейсің, қашан өтірік әкімді ортаға шақыра береміз? Одан да ауылымыздың шын нағыз әкімді ортаға шақырайық та. Ендеше ауылымыздың әкімін дуғол шапалақпен ортаға шақырамыз. Қош келіп атсыздар. Жайдарман құтты болсын. Жігіттер, мен сендер үшін сонау Бақты ауылынан қолдауға келіп отырмын. Сендерге сәттілік. Ал құрметті көрермендер, мынау біздің сіздерге үлкен сыйлығымыз. Ортаға Аяздан шақырып алсақ, Жігіттер, жаңа жылдарың құтты болсын. Менің сендерге подаркам бар. Қайдан жаңа жыл? Жаңа жылдарда маңызды мереке бар ғой, тәуелсіздік күні. Бұлар тәуелсіздік күніне жаңа жыл сияқты дайындалса ғой. Әкім мырза, мен бүгін снегурочка болам ғой, Жоқ, сен снегурочка болмайсың. Сен одан ана подаркаңды ал да, бар таратып шық. Ернатқа новый рубашка. Өйткені Ернаттың рубашкалары жыртық күйілген. Ал Айбатқа новый очки. Әйтсе бүкіл тойларына бір-ақ очкиге, бір-ақ фантазиясы болсын. Ал Қуанышқа
Әкім мырза, сіз бізге тағы да миша кетіп отырсыз ғой? Сонда мен сендерге жаңа жылға жасаған подаркам ұнамады ма? Жоқ, ұнамады. Енже жігіттер, мен сендерге бүгінгі ойында көмектеспеймін. Мен бүгін өз пландарымды орындаймын. Мен бүгін сахнаға свидание барамын. Құрыңдар сахнадан. Малика ханым, сіз Асылбекке сенбеңіз, ол өтірікші.
екі команда сахнаға шыққанда бізге сендер әлі жассыңдар ғой, болашақтарың әлі алда, классикалық жайдарман, ағаларың республикада жүр ғой деген айту керек жоқ. Отырсақ по факту ұтылайық. Ақыл басылар, шашқаға шыққан Абылайға ешкім сен әлі жассың, болашағың әлі алда деп айтқан жоқ. Чемпиондыққа деген басты мақсатпен келген сахнадағы бесеу ғана емес, 900-ден астам халық бар, бақтаулы. Kim Seung-su, Chung Kwang-yeol, Oh Yeon-su, Ho Jun-ho және басқалар. Бірден келісіп алайық. Мына как біздің команда сахнаға шығады. Сахнаға шыққан кезде орнымыздан тұрып кетіп қалу ондай ештеңе болмасын. Балда финалға жаман дайындалып келген. Дайынсыздар ма? Let's go. Көзіңді жұмшы. Жұмдым. Қап-қара түнек пе? Иә. Ол менің сенсіз өтіп жатқан өмірім. Солай ма? Жүзді жамалың, лағым оншақ мөлдірдегі жанарың. Қаншасасын сырға толы сезіммен, жұмбақ жансың нәзік гүлдің аралым. Күндіз күні қоңырауды шаласың, үндемейсің бос әуреге саласың. Сағынышқа кірпігіңді марып, әкеңнен қалай бақыт табасың. Қандай серке мінез талдай, үнім сенің сан күркізді жанбай. Малика! В общем, былай, қанда, не біз, не ала бақтағы бала. Жоқ, Малика ханым, сіз түсініңіз, ол бала сіздің қайда жұмыс істейтініңізді біліп алған. Ол бала әшейін сіздің байлығыңызға қызығып жүр. Түсініп отырсыз ба? Біле білсеңіз, сүйкімділігіне өйтіп алданбаңыз. Біле білсеңіз, Ишақтың қодығы сүйкімді. Кішкентай кезінде. Финал құтты болсын, қалыңыз. Сен үшін әлемдегі топ 3 әнші. Так, топ 3. Затбек Кокосонов. Эминем. Ариана Гранде. Ариана Гранде? Я Ариана Гранде. Ариана Гранде? Я Ариана Гранде. Жоқ, Затбек. Эминем. Ариана Гранде? Жоқ, сен дұрыстан алып тұрған жоқсың. Затбек дегенге таңдау керек. Жоқ, Затбек нормально мужик. Ариана Гранде? Жоқ, байды сен немене жеп тұрсың? Мен альпен шоколад жеп. Альпен жегенше Қазақстанды жесең? Мен Қазақстан жеймін. Құрметті көрермендер, байқайсыздар
білесіздер ма? Біздің теңеулер ада бір бүртігі бүйтеді, таспен ұрғанда аспен ұр дейді. Айбат аға, ойлаңызшы, сізді бір таспен мән деп ұрып жатыр. Сіз тұрсыз қолыңызда бұйрылған ман, жарайды ман-та. Дұрыс емес па? Көп түкірсе, көл дейді. Біреу дейді. Әрі айтсамында ғой, мен мына топсақты. Бірақ кім ұрмайды ол? Досын алса, ыңқылда дейді. Алдашы қай жер болып тұр? Басым ауырып тұр. Алдашы. Осы сөйлесің? Ассалаумағалейкум, бақыты. Бізді жалғызды ойлап жүргендер, ертең өздерің жалғызсақ қалыңдар, финалда талқылайтын деп братандарымыз бар. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ендеше бақыт үшін тақымдарыңызды қысып отырыңыздар, сахнада ерекше. Жалғастырамыз. Қарсыластарымыз бақыты құрамасы логопедтен. Қайдаш, чемпион. 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 Ерекше. Ерекше. Вот, молодец. Это чемпион ерекше. Чемпион ерекше. Молодец. Балықтар караокеде. Судан суға балықсың ба? Балықтар не доказательство? Филателфия. Каннибалдар отбасында. Жаным, фарш істеш, манда келдің, мән. Жаным, фарш әкелдің, ман істеш. Балам, әкем фарш әкеліп кетіп ман істейміз. Шақырма ғой, келмейді ол. Сонымен Арабияда. Әке, мен сені қай жаққа апарайын? Мейрамбек Бесбаев мектепте. Сен үшін жаралғандаймын. Отыра ғой Мейрамбек, бес. Мол, Бесбаев деп тәкін айтсаңшы. Жігіттер, бүгінгі ойында бізге қалай да болсын чемпион болу керек. Қалай да болсын чемпион боламыз, мен братандарымды шақырдым. Ну что же, ребята, зачем позвали? Зачем потратились? Финал жекпе-жек ойын. Қарсыластарың бақытты жастары. Вот такие маленькие мальчики, да? Вот такие ребенки. Вы боитесь, что ли? Сен қорқыпсыңдар ма құтақандай молекулалардан деген басын алдық? Да, думан бірдеңе айт маған. Бірдеңе бер маған. Мен не берем? Бересің ғой сен. Мен өзім беретін адам таппай жүрген, мен не берем? Сен қалың той басқарасың ғой? Қалың той басқарасың ғой? Вот именно, мен қалай берем мен? Қалтаңда 500 теңге бар ма? Бер. Сен көрейін. Давай. Вот жігіттер, сендер чемпион болу үшін, вот чипсы бар ғой, чипсы? Вот чипсы. Керек емес. Вот ең басты нәрселердің бірі, вот чемпион болу үшін, сосын сіздерге тағыдан кіру бар ғой, кірудің қыздарының қошеметі қажет. Примерно осындай. Көмектеме? Көмектеспейді. Бақта көмектесіп, бізге көмектеспей жатыр. Вот. Каргу. Сосын ең главный нәрселердің бірі чемпион болу үшін, вот вермишель бар ғой, соны 15 минут қайнатыңдар. Вот сол кезде чемпион боласың. Думан, не айтып жатсың сен? Қоймаш, қайдағы вермишель? Хидок, бірдеңе бер балаларға. Ай! Не деймін, жастар, бақыт болсын. Қайдағы жастар, а не маленький ребенки. Жарайды, үлкен мұнға қолдарын жайындар. Братан, бата дес. Мен бата деген жоқ мұнша, қолдарын жайындар. Осындай әдіс, сендер қарағандылығына цыган балалардан үйреніңдер. Қолдарыңды жаймасаңдар, сендерге бермейді. Шығасыңдар мені, қараңдар. Бара алмағандар тақасына, бара алмағандар. Дейсіңдер, болды чемпион. Айтсашы мені алайық та. Жалпы, болмай. Яғымыз көмектесеміз. Братан, біз сендер ақыл
жігіттер. Тұр, мен сөз бар ғой. Айт. Қандай кеңес? Кейін содағы. Сендерге мына ойында чемпион болу үшін өз еңбектерімен, өз күштерімен чемпион болу керек. Сондықтан мынандай керемет сөз бар. Өз өзіңе сен, ақылыңмен еңбек артыңнан қоштап алып кетеді. Оны Абай айтқан. Абай етіп айтпаған, братан. Қай Абай айтқан? Абай Бегей. Жоқ, общем, ағалар, біз сіздер түсіндік. Сіздер бізге көмектесем айтсақсыздар, сондықтан бара берсеңіздер болады. Шақырмай қойғым керек. Балалар, егер де ұтылып қалатсыңдар, бізден көрмеңдер. Бізге сарқыт керек. Сарқыт? Бізде сарқыт жоқ қой. Сен мен түспедің, баладар. Бізге сарқыт керек. Біз тойға барадық. Большие города. Құрметті көрермендер, құрметті қазылар алқасы, енді түсіндіңіздер ма? Егер де біз бүгінгі ойында чемпион болмасақ, онда біз той бизнесқа кетейін деп тұрып. Ал ол бізге керек емес. Бір-екі. Міне, ұшы бастап кетті. Сондықтан құрметті қазылар алқасы, соңында қазір шын жүректен әңгіме айтылады. Сәл шатасып кетуі мүмкін, сондықтан дұрыс түсініңіздер. Мынау біз көптеген аймақтық ойындарға шығып жүргенде біздің бір байқайтынымыз, мынау аймақтардың командаларының ағалары бір-бірлерін тартады. Яғни жюрида отырсының немесе жұлдыз болып шығып бергеннің өзінде командалар тартады. Бізге сол ауыр тиеді. Сондықтан біз мынау Қарағандының атынан Қарағанды жайдарманшыларын аға болып өзіміздің артымыздан тартқымыз келеді. Ол үшін біз бүгінгі ойында чемпион болуымыз керек. Рахмет. Сіздердің алдарыңызда маусым бойы өнер көрсеткен Қарағанды облысының намысын қорғап жүрген қарағандылық ерекше абыроймен.